рекламный ролик жасаудың ең қарапайым жолын көрсететін боламын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, подписка жасап отырыңыздар. Ендеше кеттік. Ең бірінші бізге InShot деген мобильдік InShot ашамыз, видеоны ашамыз, новый деп басамыз, және біз алдын ала керек суреттерімізді кесіп дайындап аламыз. Ол туралы менде описанияда бөлек видео бар, қарап алыңыздар. Енді бізге фон керек болады. Мен мындай фон алдым. Басамыз. Енді мына жерде мен сторис жасағым келіп тұр. Былай стористің белгілеп аламыз, стористің форматын, және мына фон үлкейтіп жібереміз. Енді астымыздағы белгілеп алып, фонымызды үлкейтеміз. Мен бір 13 секундқа жасайын, 13 минутқа. Енді үстіне керек суреттерімізді қоямыз. Ол үшін біз стикерге барамыз да, галереяны басамыз, плюсты басамыз, және бізге бірінші қойып алайық. Пиццаны қойып алайық бірінші. Міне пиццамыз келді ортаға. Былай қоямыз. Енді бұны бірдей қылып аламыз, фотомен бірдей қылып аламыз да. Енді үстін басып, пиццаны үстін басып, енді редактор деген басамыз. Енді мына жерде пиццаны айналдырғым келіп тұр, осылай. Пицца үстін айналып тұрады. Енді жайлап айналдыру үстіндегі мына жердегі сағатпен регулировка жасаймыз. Сөйтіп айналып тұрып болады. Енді келесі суретіміз, тағы стикер басамыз, плюсты басамыз. Және мына жерде мен мындай чекен алғым келіп тұр. Чекенді алып, бүйтіп қасына қоямыз. Бұнда бірдей қылып аламыз. Және редактор бетті басып, бұған басқа анимация жасайық. Осы анимация ұнап тұр. Тезімен жайлап, былай регулировкасын келтіреміз. Енді келесі тағы стикерді басамыз. Мен кола подарок деп жазғым келіп тұр. Астына коланы қоямыз. Колаға да анимация берейік. Былай емес, кола тек мына жерден шықсын. Былай шығатын қылып. Тұрып, жайлап келетін қылып, не тұрып қалатын қылып. Енді осы жерге текст жазғым келіп тұр. Подарок. Енді тексттің несін бәрін жерден өзгертуге болады, светін былай өзгертуге болады. Өзіміз білеміз, қалай өзгертсек те. Мына свет более ұнап тұрған шрифтін өзгертуге болады. Бұған да бүйтіп кішкентай қылып, бұған да анимация берейік. Редактор бет басамыз да, мына жердегі басамыз. Так, бұл да коланың артынан келсін. Енді мына жерге скидка деген жазым келіп тұр, үстіне тағы қоямыз. Мынаны алып, бүйтіп үстіне апарамыз. Бұған да анимация береміз. Шетіне тұрып қалсын. Әдемі болып тұрсын. Бұны да бірдей алып аламыз, ұзартып ұстап тұрып. Бұған енді мына жақтан келетін қылып, астынан шығатын қылып, әдемі болып қалды. Енді бізге қалғаны пицца сет деп жазайық. Яғни біздің сетімізде осындай набор бар. Пиццамыздың үстіне қоямыз. Бұған осындай анимация берейік. Сағаттың кішкене. Осылай более әдемі шықты. Енді қарап бөлек бірден шыққан. Реклама ролик шықты бізде. Енді осыған бір әдемі музыка қоямыз. Музыканы басамыз. Моя музыка. Мына жерде бір музыканы қояйық. Енді сохранить етеміз. Келесі Viva Cut керек. Viva Cutқа кіреміз.
солдат клипке кіреміз де жаңағы видеомыз, жасаған видеомыз таңдаймыз. Следующий. Мына жаңа жасаған видеомыз. Енді осы эффекті астында деген коллаждың қасында эффекті деп та. Мынау кішкене келіспейді. Мен мына эффекті қойып тұр. Өте әдемі. Енді жалғастырып басқасы қойып тұр. Одан кейін бізде эффекте көп басып тұрып істей бересіздер. Достар, осындай эффектті пайдалануға болады. Мына жерден эффектті басына басып тұрамыз, ол жүреді. Енді қарайық. Достар, үстіп эффект жасауға болады. Достар, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, подписка жасап отырыңыздар. Жақсы видеолар болады. Енді сақтаймыз, болды.